Жалған ақпарат шығарушылар мен таратушылар туралы айтқан кезде көп адам құпия ұйым агенттерін, масондықтарды елестетеді. Алайда біздің елде шындыққа келмейтін ақпарат тарататын селебритилер бар, және олардың халыққа тигізер зияны аз емес. Неліктен кейбір адекват адамдар фейк ойлап табады, ал басқа адекват адамдар оған сенеді? Мұндағы ең басты сұрақ, оларға, бізге бұл не үшін қажет? Әрине бұған жауап табу оңай емес. Алайда біз қарапайым сөзбен түсіндіруге тырысайық. BBC-дің дезинформация бойынша тілшісі Марианна Сприннің пікірінше, жалған ақпаратты шығарушы адамдарды 5 негізгі түрге бөлуге болады. Әзілқойлар, алаяқтар, саясаткерлер, конспирологиялық теорияны жақтаушылар, инсайдер. Әзілқойлар. Көбінесе әзілқойлар тек мем жасап, бастапқы түпнұсқа фотоларды әзіл үшін өңдейтін, жаман ниеті жоқ адамдар. Алайда кейде өте сәтті шыққан әзіл немесе сурет халық арасында тарап кетеді де, көп адам оған сеніп қалады. Алаяқтар. Жалған ақпарат пен пандемия кезінде ақша табатын адамдар. Мысалы, фуфламицин сияқты дәрі немесе коронавирус пен 5G-ден қорғайтын арнайы құрылғылар сататындар. Саясаткерлер. Билік басындағылар да кейде жалған ақпарат таратады, өтірік айтады, немесе ең жаманы шындықты айтпай қояды. Сондай-ақ олардың қолында теледидар, радио, газет, интернетті өшіріп қосатын құрылғы сияқты құнды ресурстар бар. Сондықтан олар өздерінің жалған ақпаратын көпшілікке оңай таратылады. Бұған кез келген үгіт насихатта жатады. Конспирологиялық теорияларды жақтаушылар. Жалған ақпарат таратып жүрген біздің жұлдыздар дәл осы санатқа жатады. Қастандық теорияларына сенетіндер үшін барлығы әрдайым нақты емес. Олар үшін бәрі өтірік, және олардан үнемі әлдекім әлдене жасырады. Ғалымдар мұны бірнеше жылдан бері зерттеп келеді. Сол зерттеулер туралы бірер минуттан соң кеңірек айтамыз. Инсайдер. Ұлттық банкте істейтін ағам тез арада доллар сатып алу керек деп айтты. Қордайдағы ағам танктерді өз көзімен көрді. Мұндай өтірік өсек әңгімелер көбіне отбасылық WhatsApp чаттары арқылы таралады. Әр таратушы өз атынан жаңа мәліметтер қосып жібереді. Сондай-ақ ондай хабарға біреудің лауазымы мен жұмыс орнын қосып қойса, ақпаратта салмақ пайда болады. Ол қанша жерден жалған және өмірге қауіпті болса да, адамдар сене бастайды. Конспирологиялық теорияларды жақтайтындарға оралайық. Банан ішіндегі житс, 5G арқылы чиптеу, коронавирусты ойлап тапқандар мен Билл Гейтс немесе үкіметтің тапсырысымен түсініксіз зат шашатын ұшақтар. Адамдар неге конспирологиялық теорияларға сенеді? Адамның ерекше болуға деген қажеттілігі мен қастандық теориясына деген сенім арасында байланыс өте жақсы зерттелген. Басқаларға қарағанда ерекше болғысы келетін адамдар көбіне қастандық теорияларын қолдайды, себебі бұл оларға аз адамға белгілі және маңызды ақпаратқа ие екеніне сенім береді. Қастандық теорияларына сенетін адамдар өзін позитив түрде ерекше сезінуі мүмкін, себебі олар маңызды әлеуметтік және саяси оқиғалар туралы басқаларға қарағанда көбірек хабары бар екенінен сезінеді. Қастандық теориясына көп сенетін адамдарда паранойя, нарцизм және басқа да осындай қасиеттер пайда болады. Бұл туралы азды көпті ақпарат бар, алайда фейктерге қатысты бұлай айту қиын. Біріншіден, жалған ақпарат қызықсыз шындыққа қарағанда әлде қайда тартымды болып көрінеді, және сол үшін бәрі бөліскісі келеді. Зерттеулер де осыны көрсетті. Жалған ақпарат шындыққа қарағанда тез тарайды. Адамдар жалған ақпаратты шындыққа қарағанда 70%-ке көбірек бөлісуге дайын, себебі фейктер қызықты болып көрінеді. Ал миымыз неге фейкке сенуге бейім? Оның көп себебі бар. Бірақ біз келесілеріне тоқталайық. Когнитив бұрмалау. Біздің өзіміз бен әлем туралы шектеулі түсінігіміз, иррационал сенімдеріміз және мінез-құлық сценарийі. Басқаша айтқанда, бұл ойымыз бен іс-әрекетімізді шектеп қоятын шаблон. Негізі біздің миға мұндай бұрмалау процесі керек, себебі бұл энергияны үнемдейді. Негізі біздің миымыз энергияны үнемдегенді жақсы көреді. Әрдайым миды іске қосып ойланудан гөрі дайын тұрған шаблонмен әрекет ету әлде қайда оңай ғой. Келесі себеп асығыс қабылданған іс-әрекет немесе тек тақырыпқа қарап қорытынды шығару. Интуитив түрде біз бәрін білеміз. Көптеген адам жаңалық тақырыбынан ары қарай оқымайды. Мұны 2014 жылы журналистер дәлелдеген. Қолжетімді ақпараттың каскады. Бұл да бұрмалаудың бір түрі. Ол бойынша
Егер адам кез келген ақпаратты бірнеше рет естіген болса, онда ол оған сене бастайды. Селектив немесе іріктеп қабылдау. Бұл кезде адамдар қоршаған ортасынан тек өзіне қажет затқа назар аударады да, қалғанын елемейді. Дегенмен, когнитив бұрмалауды тек жаман нәрсемен байланыстыруға болмас. Өйткені бұл барлық адамға тән эволюциялық құбылыс. Сондай-ақ жоғарыда айтқанымыздай, көп бұрмалаудың пайдасы да баршылық. Олар тіпті бірнеше рет адамзатты аман алып қалған. Алайда қазіргідей инфодемия дәуірінде бізге бұрын көмектескен нәрсе қазір кесірін тигізуі мүмкін. Сондықтан келесіде мессенджерде біреуге хабарлама жібермей тұрып, немесе инстаграмдағы постты ары қарай таратпас бұрын жақсылап ойланып көріңіз де өзіңізге сұрақ қойыңыз. Басқа біреудің көзқарасына ілесіп кетпедіңіз бе? Біреу сізді пайдаланып алдап жатқан жоқ па?